Ілияс Жансүгіровтің «Күйші» поэмасы қазақ халқының күй өнерінің құдіретін, күйшінің тағдырын, өнердің адам жанына әсерін суреттейтін туынды. Өнердің құдіретін сезінгіңіз келе ме? Қазақтың домбырасынан төгілген саздың шексіз күшін, адамның жүрегін тебіренетін күйдің сырын білгіңіз келсе, Ілияс Жансүгіровтің «Күйші» поэмасын оқуға кеңес береміз. Поэмада қазақ даласындағы хандық дәуірдің шындығы көрсетіледі. Оның басты кейіпкерлері елді билеп төстеген хан және оның тұтқыны болған күйші жігіт пен сұлу қыз. Ханның сарайында өнерімен ерекшеленген жас күйші өзінің домбырасының шанағынан күй төгіп, адамдардың жүрегіне әсер етеді. Ол күйлер арқылы тағдырын, басынан өткен қиындықтарын, сезімдерін баяндайды. Поэмада хан сарайындағы күйшінің тағдыры суреттеледі. Ол өзінің күйлер арқылы басынан өткен ауыр кезеңдерді баяндайды. Оның сазды әуені билеушінің жүрегін де, халықтың мұңын да жеткізеді. Бұл шығарма халықтың ұлттық өнеріне қойылған ескерткіш іспетті. Бұл поэма тек күйшінің тағдыры туралы емес, бұл өнердің билеушіге де, қарапайым жанға да әсер ете алатынын дәлелдейтін шығармалардың бірі десек те болады. Хан сарайындағы тұтқын күйші, оның тағдыры мен жүрек түкпіріндегі мұңы күйлер арқылы шертіледі. Өнер адам жанына қалай әсер етеді? Домбыраның шанағынан төгілген күй адамның тағдырын өзгерте ала ма? Қазақтың ұлы ақыны Ілияс Жансүгіров «Күйші» поэмасында күйдің құдіретін, өнердің шексіз күшін шебер бейнелейді. Егер сіз қазақ халқының рухани байлығын, күй өнерінің сиқырлы күшін сезініп, терең философиялық ойға бөлінгіңіз келсе, «Күйшіні» оқып шығыңыз. Бұл жай ғана поэма емес, бұл қазақтың рухының үні. Егер сіз қазақ әдебиетінің жауһарымен танысып, күй өнерінің тылсым сырын сезінгіңіз келсе, «Күйшіні» оқуға асығыңыз.